Жын кірген адамның іс-әрекеттері ешкімге ұқсамайды. Ол адам неше түрлі сөздерді айтып, миға қонбайтын түсініксіз қылықтар жасайды. Ал көпшілік біле бермейтін белгілері: басы жиі ауырады, іші өте береді. Оларға бұл кезде дәрі-дәрмек мүлдем көмектеспейді. Ішіне жын кірген адамның көзі үнемі ойнақшып тұрады. Олар адамның көзіне тік қарап сөйлей алмайды. Басқа адамдар секілді белгілі бір уақытта ұйықтап тұра алмайды. Олардың ұйқысы 100% бұзылады. Тіпті 2 сағат ұйықтаған кезде де тыныға алмайды, дейді Арыстан Үмбетов. Мақсұтты жын соққанына Омардың еш күмәні қалмайды. Себебі өзі намаз оқиды, діннен хабары бар. Мақсұтты билеп алған жын 2 күн бойы үйдегілерді әбігерге салады. Омардың жалғыз өзі қайтсын, Мақсұтқа ие бола алмайды. Әбден басынған жындар сол үйдегі тағы 2 баланың ішіне кіреді. Ол жындарды Омар қасиетті Құран аяттарын оқып шығарып жібереді. Отбасы мүшелері ақылдаса келе, ауданның бас имамын, төңіректегі 3-4 ауылдың имамдарын шақырады. Мақсұтты көрген молдалар, мына жын күшейіп алған деп үйге кірмей қояды. Арыстан Үмбетов: біз жындардан емес, тек Алла тағаладан ғана қорқуымыз керек дегенді айтады. Жын да Алланың жаратылысы. Кейде жындар адамның өзінен қорыққанын пайдаланып кетеді. Алла тағала Құранда адамзаттан бұрын жынның қауымын жаратқанбыз дейді. Алланың жаратқан жаратылысы болса, неге біз одан қорқуымыз керек? Ғаламторда жын кірген адамдарға қатысты түрлі видеолар бар. Жыннан қорқатын адамдардың бұл видеоларды мүлдем көрмегені дұрыс. Көбі осындай видеоларды қызығып көреді де шошынып қалады. Жындардан қатты үрейленіп жүруге болмайды. Керісінше, өз-өзін қайрап, қорықпауға тырысу керек. Қорыққанға қос көрінеді деген мақалда бар, дейді Арыстан Үмбетов. Амалы құрған Омар жақын маңдағы тағы бір ауылдың имамына жолығады. Ол мінезді кісі екен. Бірнеше күн Мақсұттың жанында болып, Омарға көмектеседі. Тіпті Мақсұттың ішіндегі жынмен тікелей байланысқа шығып тілдеседі. Ол жын имамға: мен сізді танимын деп айтады. Мақсұттың ішіне 2013 жылы кіргенін мойындайды. Омардың сөзінше, Мақсұт 2013 жылы анасымен ренжісіп, үйден шығып кеткен. 2 ауылдың ортасындағы зиратқа барғанда қатты шошынған. Сол кезде ішіне жын кіріп кеткен. Құранда біз адамдар мен жындарды өзімізге құлшылық ету үшін жараттық деген аят бар. Пайғамбарымыз: сендер жындарды көре алмайсыңдар, бірақ олар сендерді көре алады деген. Жындар да біз секілді жер бетінде өмір сүреді. Бірақ хадисте айтылғандай, жындар бұзылған үйлерде, қораларда, күл-қоқыста өмір сүреді. Жындар Алла тағаланың әміріне қарсы келгендіктен оларға осындай жерлерді мекен ретінде берген. Жындардың сүйіп жейтін тағамдары адамдардың қоқысқа тастайтын қалған құтқан тамағы, картоп, пияздың қабығы. Сондықтан әйелдер тамақ пісіргенде асхананы өте таза ұстауы керек. Кейбір үйлерде түрлі дыбыстар естіліп жатады. Неге? Себебі кей әйелдер асхананы таза ұстамайды. Көкөністердің қабығы бір жақта, қалған құтқан тамақтары бір жақта шашылып жататындықтан түрлі беймәлім дыбыстар естіліп жатады, дейді Арыстан Үмбетов. Зираттың жанында жатқан Мақсұтты бір малшы тауып алып имамға барды. Әлгі имам Мақсұтқа дем салып емдеген. Мақсұттың ішіндегі жын осы дем салған имамды танып отыр екен. Мақсұттың ішіндегі жын бір сөзінде: Мақсұт өскенде дін ғұламасы болады. Біз оған кедергі жасап, жаман жолға түсіруіміз керек депті. Арыстан Үмбетов адамның болашақ өмірі туралы ақпаратты жындардың қайдан алатынын былай түсіндіреді. Біз қазір бақсы, экстрасенс деп жатамыз ғой. Солар жынмен байланыс жасайды. Арман Қуанышбаев деген ғалым бір уағызында: бір экстрасенске немесе бақсыға 3 мыңнан 2 миллионға дейін жын қызмет етеді деген. Бұрын бала кезімізде жұлдыз ақты деп айтатынбыз. Оның мәнісін діни білім алғаннан кейін ғана түсіне бастадық. Жындар жерде өмір сүргенімен көкке көтеріле алады. Ал көктегі періштелер бір-біріне жердегі кей адамдардың тағдырын айтып әңгімелеседі. Жындар тыңдап ақпарат ұрлау үшін көкке көтеріледі. Сол кезде басқа періштелер көкке көтеріліп бара жатқан жындарды қуып жіберу үшін жұлдызбен ұрады екен.
Соның өзінде жындар кейбірін шала-пұла естіп қалып, көріпкелдерге жеткізеді дейді Арыстан Үмбетов. Омар муфтиятқа хабарласып, жын шығаратын оқуды күшті молданың нөмірін алады. Әлгі молда Мақсұтты қалаға алдырып, 10 күндей дем салып емдейді. Арыстан Үмбетов жынның шығу-шықпауы адамға емес, Аллаға қатысты екенін айтады. Жын тек жаратушының қалауымен адамның денесін тастап шығады. Пайғамбарымыз жындар 3-4 мың жылға дейін өмір сүре алады деген. Бірақ олардың ақылы 13 жастағы баланыкіндей болады екен. Жындар да мұсылман, кәпір деп бөлінеді. Олардың ішінде қырсықтары бар. Өз тәжірибемнен бөлісіп айтайын. 2017 жылы бір бойжеткеннің жынын шығару үшін 42 күн Құран оқыдым. Алғашқы 20 күн өте ауыр өтті. 42 күннен кейін ғана әлгі қыздың беті бері қарады. Менің тәжірибемдегі ең қиын оқиға осы. Бірақ жынның шығу-шықпауы адамның қолындағы дүние емес. Жынды адам шығармайды. Адам баласы тек бүкіл ынта-жігерімен Құран оқиды. Ал жынның шығу-шықпауын Алла тағаланың өзі шешеді. Бұл жерде оқып жатқан адам мен оқытылып жатқан адамның сенімі керек дейді Арыстан Үмбетов. Психикалық дертке шалдыққан кейбір адамдардың ішіне жын кірген болуы мүмкін бе деген сұрақ туындайды осындайда. Мұндай оқиғалар Арыстан Үмбетовтің 9 жылдық тәжірибесінде 3-4 рет кездесіпті. Алайда жындыханада жатқан барлық науқасқа бірдей жын кіріп кетті деуге болмайды екен. Біреулер жол апатынан кейін психологиялық ауытқуға ұшырауы мүмкін. Әр адамның басында әр түрлі тағдыр болғандықтан, біз бірінші нақты медициналық диагноз бар ма, жоқ па деп сұрап аламыз. Егер диагнозы қойылған болса, оған біз көмектесе алмаймыз. Адамның мойнындағы немесе басындағы тамыры қысылып тұрса, оны қанша оқытсаң да пайда жоқ. Психологиялық ауытқу орталығында жатқан адамға дем салып, 10-20 күн Құран оқығаннан кейін айығып кеткен жағдайларда болды. Алайда ең бірінші барлығын анықтап алуы керек. Анық-қанығына жетпей тұрып, бірден аят, сүрелерді оқи берген дұрыс емес дейді Арыстан Үмбетов. Жын адамға беймәлім, тылсым жаратылыс. Олардан сақтанудың ең оңай жолын Арыстан Үмбетов айтып берді. Жындардан сақтанудың өте оңай жолы үнемі дәретпен жүру. Біздің қоғамда дәретті тек намаз оқитын адамдар ғана алады деген ой қалыптасқан. Бұл қате пікір. Намаз оқитын адам өзінің намазы үшін дәрет алады. Намаз оқымайтын адамдар ең болмаса дәрет жағына көңіл бөлуі керек. Ұлы сөздің ұяты жоқ демекші пайғамбарымыздың өзі де айтқан. Әр қыз бала шариғат бойынша хайыз кезінде тазаланып, ғұсыл алуға міндетті. Қазір жынға байланысты мәселемен ұлдардан гөрі қыздар көп келіп жатады. Себебі тазалыққа немқұрайлы қарайды. Дәретпен ғұсыл алып, калимамызды айтып жүргеніміздің өзі бізге қорған болады. Осыдан 20 жыл бұрын біз жынға байланысты мәселелерді естімейтінбіз. Естіген күннің өзінде ілеуде біреу ғана болатын. Ал осы күні тіпті көбейіп кетті. Бұған көбінесе өзіміз себепкер боламыз. Жаны мен тәнін таза ұстаған адам ондайдан аман болады деп сөзін аяқтады Арыстан Үмбетов. Айтпақшы, Мақсұтты аяқтан шалып, аянышты күйге түсірген жын қайда? Ол дегеніне жете алмады. Дін ғұламасы болуына жол бермеймін деп қанша жанталасса да, Алланың қалауымен баланы тастап шықты. Ал Мақсұт қазір қариялар мектебінде оқып жүр. Соған қарағанда жынның сөзі шын болуы да мүмкін.